Гуанчжоу қаласының оңтүстік-шығыс шетіндегі Чэньцзунь ауданы бұл ескі үйлер, тар көшелер мен ылғалды қабырғалар әлемі. Мұнда адамдар күн көруге қиналады, бірақ балалардың жүрегі әлі де арманға толы. Осы ауданда өсті 11 жасар Чжан Лэй, оның әкесі құрылыста жұмыс істеп, кейде бір апта бойы үйге келмейтін. Анасы көршілерге кір жуып, аздаған ақша табатын. Отбасында футбол добына ақша жоқ еді. Бірақ Чжан Лэйдің арманы үлкен болатын, ол бір күні үлкен стадиондарда ойнап, жанкүйерлердің қошеметіне бөленгісі келетін. Ауладағы балалар кәдімгі доппен ойнағанда, Чжан Лэй қоқ шәшіктерінен пластик бөтелкелер жинап, соларды доп орнына пайдаланды. Ол бөтелкені аяғының ұшымен көтеріп, қабырғаға лақтыратын. Алғашында ол қатты қиналып, бөтелке оңбай аунақтайтын. Бірақ ол табанды еді. Күн сайын таңғы сағат 5-те тұрып, бөтелкемен жаттығатын. Көршілер оның бұл әрекетін көріп күліп, бөтелкеші Чжан, сенен футболшы шықпайды деп мазақтайтын. Чжан Лэй оларға ренжімей, тек күлімсіреп қоятын. Ол бөтелкенің ауадағы қозғалысын, желдің ықпалын, жерге тигендегі бұрышын мұқият зерттеді. Кейде ол сол бөтелкемен сағаттап ойнап, анасы оны дауыстап шақырғанда ғана үйге кіретін. Бір жылдан соң Чжан Лэйдің еңбегі жемісін берді. Ол пластик бөтелкені кез келген қашықтықтан кез келген бұрышқа дәл жеткізетін болды. Тіпті ауланың ең мықты допшылары оның бөтелкемен ойнағанына таңданатын. Бір күні кешке, күн батып бара жатқанда, аулаға бір бейтаныс кісі келді. Ол ұзын бойлы, қара күрте киген, қолында кішкентай дәптері бар еді. Ол өзін Чэн Цзэн деп таныстырып, Қытайдың төменгі лигасындағы Гуанчжоу Сток командасының көмекші бапкері екенін айтты. Чэн Цзэн талантты балаларды іздеп, бүкіл қаланың шеткі аудандарын аралап жүрген екен. Ол Чжан Лэйдің бөтелкемен ойнап жатқанын біраз уақыт бақылап тұрды. Басында ол күліп қойды, бөтелкемен футбол ойнау деген ақылға сыймайтын нәрсе еді. Бірақ бірнеше минуттан кейін оның күлкісі сөніп, көздері жарқырай түсті. Чжан Лэй бөтелкені сол аяғымен, оң аяғымен, тіпті басымен де дәл лақтырып, қарсыласының қозғалысын алдын ала болжайтын. Чэн Цзэн оған жақындап, бала, сенің ерекше талантың бар. Ертең біздің сынағымызға кел, сені командаға лайық деді. Чжан Лэйдің жүрегі аспанға атылды. Ол түні бойы ұйықтай алмай, анасына, анашым, мен үлкен футболшы боламын деп қуанды. Анасы оның басын сипап, тек бақытты бол, балам. Бірақ жолың оңай болмайды, соған дайын бол деді. Ертесі күні Чжан Лэй ескі автобусқа отырып, Гуанчжоу қаласына келді. Сынақ алаңы қарапайым еді, жасанды шөп, ескі қақпа, бұрыштары, тот басқаны орындықтар. Оған қосымша 10 шақты бала жиналды. Олардың бәрінің жаңа бутсасы, әдемі формасы, арнайы доптары бар еді. Чжан Лэйдің аяғында ескі, саусағы тесіліп кеткен кеуекше, киімінде бірнеше жыртық бар. Басқа балалар оны көріп күліп, ауылдан келген мүгедек, мынау футболшы ма деп сыбырласты. Чжан Лэй оларға қарамады. Ол алаңға шығып, жердің шөбін сипап көрді, бұл оның өміріндегі алғашқы жасанды шөп еді. Сынақты Чэн Цзэн жүргізді. Ол әр балаға тапсырма берді, 10 рет қақпаға соғу. Басқа балалар бутсалармен соқты, бірақ олардың жартысынан көбі қақпадан тыс ұшып кетті. Чжан Лэй кезек келгенде, ол кеуекшемен жерден бір рет дем алып, допты аяғының ұшымен ақырын тіреді. Бірінші соққы доп қақпаның сол бұрышына дәл кірді. Екінші оң бұрышқа. Үшінші жоғарғы сол жаққа. 9-шы соққыға дейін бәрі гол болды. Тек 10-шысы көлденең сырыққа тиіп артқа секірді. Чэн Цзэн таңғалған күйі, сен мұны қайдан үйрендің? Сенің бутсаңда жоқ, деді. Чжан Лэй жай ғана, мен 1 жыл бойы пластик бөтелкемен жаттықтым. Менің добым болмаса да ойлауым бар. Бөтелкеде доп сияқты тек ауырлығы ғана басқа деп жауап берді. Чэн Цзэн оны командаға алу туралы шешім қабылдады. Гуанчжоу Сток ең төменгі лига. Олардың жаттығу базасы жоқ, тек демалыс күндері бір жерге жиналып ойнайтын. Чжан Лэй бұған риза болды, өйткені бұл оның өміріндегі алғашқы нақты командасы еді. Бірінші матч 2 аптадан кейін өтті. Чжан Лэй алғаш рет нақты алаңда, нақты доппен ойнады. Ол сәл қобалжыса да өзін ұстай білді.
Командадағы ойыншылар оның кедей киімін көріп, бастапқыда онымен араласпады. Бірақ матч басталғаннан кейін бәрі өзгерді. Чжан Лэй допты бірінші рет алғанда, ол бөтелкемен жаттыққан әдісін қолданды. Қарсыластың қозғалысын бірден болжап, оң қапталдағы бос орынды көріп, допты дәл сол жерге берді. Гол! Командаластары таңырқай қарасты. Ойынның ортасында Чжан Лэй тағы 2 дәл пас беріп, екінші голды соқты. Матч 3-0 есебімен аяқталды. Ойыннан кейін оны ешкім құттықтамады. Тек бір ескі ойыншы Ли Цзян оған келіп, жарайсың бала. Бірақ біздің лигада ойнау оңай емес. Мұнда парақорлар көп, әділетсіздік көп. Сен дайын бол, деді. Чжан Лэй бұл сөздің мәнін келесі матчта түсінді. Қарсылас команда Фошан Юнайтед атақты клуб емес еді, бірақ олардың менеджері ауқатты адам болып шықты. Матч басталмастан бұрын сот төрешісі қарсылас команданың автобусына жақындап, бірдеме айтқанын Ли Цзян байқап қалды. Ойын барысында сот төрешісі 2 рет күмәнді пенальти берді. Біреуінде Чжан Лэй допты аяғымен емес, қолымен ұстаған жоқ, бірақ ойыншы құлаған соң пенальти белгіленді. Екінші жартылай таймда Чжан Лэйдің командасының бір голы офсайд деп есептелмеді. Матч 1-2 есебімен ұтылды. Чжан Лэй қатты ренжіді. Ол Ли Цзяннан сұрады, неге сот төрешісі әділ емес? Біз гол соқтық қой. Ли Цзян күрсініп, бұл футбол емес, бала. Бұл бизнес. Қарсыластар сотқа ақша берді. Егер сен де берсең, жеңесің. Бірақ бізде ақша жоқ, деді. Чжан Лэй түнде ұйықтай алмады. Ол анасына телефон соғып, анашым, футболда әділдік жоқ екен. Не істеймін? Анасы, сен футболда әділдік үшін емес, арманың үшін ойнайсың. Егер сен мықты болсаң, ешбір пара сені тоқтата алмайды. Бірақ сенің жолың қиын болады. Тек жүрегіңе сен, деді. Чжан Лэй таңертең тұрып, бөтелкелерін жинап, жаттығуды бастады. Ол қосымша тактиканы зерттеп, қарсыластардың әлсіз тұстарын дәптеріне жазып отырды. Бір ай ішінде ол командасына 4 матчта жеңіс әкелді. Оның есімі төменгі лигада кеңінен тарады. Күндердің бір күнде оған бір бейтаныс адам келді. Ол өзін агент Ван деп таныстырып, әдемі көлікпен келді. Чжан Лэй, мен саған үлкен лигаға өтуге көмектесе аламын. Шанхай Ист командасы менің клиенттерімді жиі алады. Бірақ сен маған 10 000 юань төлеуің керек. Бұл өте аз ақша сенің болашағың үшін, деді. Чжан Лэйдің отбасында 10 000 юань жоқ еді. Оның әкесі бір айда 2 000 юань табады. Чжан Лэй, менің ақшам жоқ. Мен тек талантымен өтемін. Егер скауттар менің ойынымды көрсе, олар өздері шақырады, деді. Агент Ван күліп, бала, сен аңқау екенсің. Біздің футболымызда талант ешкімге керек емес. Тек ақшамен байланыс шешеді. Сен кедей болсаң, ешқашан үлкен аренаға шықпайсың. Көшеде бөтелкемен ойнай бер, деді де көлігіне отырып кетті. Чжан Лэй сол күні кешкі алаңға шығып, бір өзі отырды. Ол бөтелкені қолына алып, оған қарап тұрды. Бөтелке ескі, жазуы өшіп қалған, бірақ ол әлі де мықты еді. Чжан Лэй оны сипап, сен маған ешқашан өтірік айтпадың. Агенттер айтады, бірақ сен үндемейсің. Мен сені тастамаймын, деді. Келесі күні ол жаттығуды 2 есе қарқынды жалғастырды. Бір айдан кейін Чжан Лэйдің командасы лигадағы ең күшті клубпен ойнады. Қарсылас Гуанчжоу Эвергранд жастар командасы. Олардың жаттықтырушысы бұрынғы ұлттық құрама ойыншысы. Барлығы Чжан Лэйдің командасының жеңілетінін білді. Бірақ Чжан Лэй түні бойы ұйықтамай, қарсыластың соңғы 5 матчын талдап шықты. Ол олардың сол қапталдағы қорғаушысының жылдамдығы нашар, ал оң қапталдағы шабуылшының допты көп ұстайтынын байқады. Матч таңертең ерте басталды. Аспан сұр, жел салқын. Чжан Лэй командасына, біз допты тек сол қапталға береміз. Қарсыластың сол қорғаушысын айналып өтуге тырысыңдар. Ал қарсыластың шабуылшысына жақын бармаңдар, ол допты өзі алып жүреді, содан кейін қателеседі, деді. Командаластары бұл жолы оны тыңдады. Матч барысында Чжан Лэй 3 дәл пас беріп, 1 гол соқты. Қарсылас шабуылшы Чжан Лэй айтқандай, допты көп ұстап, 2 рет допты жоғалтты. Матч 2-1 есебімен аяқталды.
Чжан Лейдің командасы жеңді. Ойыннан кейін алаңға бір бейтаныс кісі кірді. Ол өзін скаут Лю деп таныстырып, Қытай Суперлигасының Шанхай Ист командасынан келгенін айтты. Мен саған пара сұрамаймын, Чжан Лей, мен сенің 3 матчыңды көрдім. Сенің тактикалық ойын керемет. Біз саған келесі аптада сынақ ұсынамыз. Ақша сұрамаймыз. Тек кел деді. Чжан Лей бірден келісті. Сол түні ол Ли Цзянға: мен әділ жолмен өттім. Ешкімге пара бермедім. Тек еңбегіммен, деді Ли Цзян. Бірақ бұл тек басы. Суперлигада одан да күшті жүйе бар. Сақ бол деп ескертті. Чжан Лей Шанхайға келді. Шанхай Ист командасының базасы керемет еді. 3 алаң, жасанды жарық, медициналық орталық, тіпті ойыншыларға арналған жеке аспаз. Бірақ сынақта оған тағы да қиындық туындады. Басқа үміткерлердің бәрі атақты футбол мектептерінің түлектері еді. Олар Чжан Лейдің ескі кеуекшесін көріп күліп, бұл кім деп сұрады. Чжан Лей оларға қарамады. Сынақтың бірінші бөлігінде жылдамдық жаттығуы. Чжан Лей жасанды шөпке үйренбегендіктен жылдамдығы басқалардан төмен болды. Бапкерлер оған күмәнмен қарады. Екінші бөлік дәлдік жаттығуы. Чжан Лей мұнда өзін көрсетті. Ол 20 метр қашықтықтан допты 3 рет көлденең сырыққа дәл тигізді. Бас бапкер таңғалып: сен бұны қайдан үйрендің? Чжан Лей: көшеде, пластик бөтелкемен, деді. Үшінші бөлік тактикалық тапсырма. Бапкер ойыншыларға бір ситуацияны сипаттап шешім сұрады. Чжан Лей бірден 3 нұсқа ұсынды, оның ішінде ең тиімдісі бапкердің өзі ойламаған еді. Сол күні Чжан Лей сынақтан өтіп Шанхай Ист жастар командасына қабылданды. 1 жылдан кейін ол негізгі командаға көтерілді. Ол Қытай Суперлигасында ойнап үздік пас берушілер қатарына енді. Ешкім оның бұрын бөтелкемен ойнағанын білмейтін. Тек Чен Цзян мен Ли Цзян ғана білетін. Bir күні журналистер одан сұрады: сіздің жетістігіңіздің құпиясы не? Чжан Лей: менің добым болмады, бірақ арманым болды. Менің бұтсам болмады, бірақ жүрегім болды. Көшеден әлемдік аренаға дейінгі жол бұл парамен емес, еңбекпен өтеді. Әлі күнге дейін менің бірінші добым пластик бөтелке үйімде ілулі тұр. Ол маған ешқашан өтірік айтпады, деді. Бүгінде Чэньцунь ауданындағы бетон алаңы Чжан Лей алаңы деп аталады. Әр таңертең сол жерде жалаң аяқ балалар пластик бөтелкемен ойнайды. Олар Чжан Лейді арман тұтады. Чжан Лей жылына 1 рет сол ауылға барып, балаларға ешкім сені байқамаса да ойнауды доғарма. Bir күні скаут келеді. Бірақ ең басты скаут сенің жүрегің, дейді.